Абдулла Абдуллаұлы. Әйел деген өзі кім? Кейбір еркек мақтанат кінәмен, мақтанат жүрісмен, ойнаспен. Әйел деген аңқау халық білсеңіз. Сене салар дейді олар. Сәл күлсеңіз. Айта берсең құлағына ертегін. Әйел өзі қашып берер етегін. Зинақор боп жүргенімен мақтанып, қызық көріп бұлшылдайды мәз болып. Әй еркектер, тіл тигізбе әйелге тым. Айтшы маған, әйел деген өзі кім? Әйел деген дәл өзіндей адам. Әйел деген кеше сені әлдилеген анаң. Бесігіңде жатқанда мәпелеген, тәй-тәй басса қуанып жетелеген. Әйел деген намысың мен арым. Әйел деген сүйдім деген жарым. Әйел деген қызың ғой еркелеген. Әйел деген қызың ғой әке деген. Әйел деген қарындас аға деген. Бір өзіңді қорғаныш, пана көрген. Әйел деген әпкен ғой алдындағы. Сен қуансаң, қуанар алтын жана. Айтылғандар туылсың жақындарың. Дәл осындай қатмаста елдің бәрі. Жоқ олардың керексіз жаралғаны. Ойын, күлкі, зинаған арналғаны. Айт енді күнәсімен мақтанған қайда еріп. Сол күнәні жақындарыңа қалар медім? Қалар медің анаңның қор болғанын? Қалар медің қызыңның зинақорға құл болғанын? Қалар медің жүрегіңде дерті бар өгіздердің әпкең менен қарындасынды езгенін? Қалар медің қойнындағы өз жарыңа, жүрегінде дерті бар надандардың әйеліңнен дәметіп көзілген? Қаламасаң өзіңе бұл істерді, өзге үшін оны да қылмыс деп біл.